Жеке ақпаратты жария еткені үшін қылмыстық жауапкершілік. Ешбір жағдайда басқа адамның жеке өмірі туралы ақпаратты жарияламаңыз. Себебі, үндемеуді жөн көретін адамның келісімінсіз жасаған адам 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов менің YouTube каналыма жазылыңыз, лайк басыңыз. Конституцияның 18 бабында әркімнің жеке өмірінің қол суылмауына, өзінің және отбасының құпиясы болуына, ар-намысы мен абыройлы атының қорғалуына құқығы бар. Бұл конституциялық норма қылмыстық кодекстің 147 бабында жалғасын табады және жазаның мерзімі 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Соңғы кезде мұндай қылмыстар саны көбейіп кетті. Егер 18 жылы осында 25 қылмыстық тіркелген болса, онда 20 жылы олардың саны 46-ны құрайды. Адамның жеке өмірі туралы оның жеке немесе отбасылық құпиясын құрайтын ақпаратты тарату дегеніміз не? Бұл хабарлама жеткізу тәсіліне қарамастан, ауызша, жазбаша, телефон, интернет немесе басқа байланыс каналдары арқылы жәбірленушінің келісімінсіз кем дегенде бір адамға жеткізу фактісі. Бұл жағдайда ақпаратты кез келген жолмен жинауға болады. Көршілермен, таныстармен, жұмыстас әріптестермен әңгімелесу кезінде, визуалды бақылау нәтижесінде, құжаттарды қарау арқылы және тағы басқа. Жақында әлеуметтік желілерде бұрынғы сүйіктісінің бас тартқаны үшін интимдік суреттерін жариялаған жігіт туралы жазба интернетті шулатып жіберді. Сондықтан ол қылмыстық кодекстің 147 бабы бойынша жауапқа тартылды. Істің сюжеті бойынша бұрынғы сүйіктісінің жалаңаш суреттері әлеуметтік желілерде, яғни телекоммуникация желісі интернетті пайдаланып әйгілі түрде жарияланды. Осылайша оның әрекеттері қылмыстық кодекстің 147 бабының 5 бөлігі бойынша квалификацияланған болу керек және бұл ұсқынсыз әрекеттер үшін жазаның мерзімі 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру болып табылады. Мақалада оның өкініп, өз кінәсін мойындағаны айтылады. Бірақ бұл тараптардың татуласқаннан кейін де қысқартылмайтын ауыр қылмыстық іс. Сондықтан басқа адамдар туралы ақпаратты кез келген жерде орналастырудан сақ болыңыз. Мұндай әрекет үшін жауапкершілік өте ауыр болуы мүмкін. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Лайк қойып, каналыма жазылыңыз.